Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалай ойлайсыздар? Мына жігітті өлтіруге 15 жасар бала мен бір әйелдің күші жете ма? Я, бұл жігіт Аслан Әзіров дейтін полиция қызметкері. Оны өлтіріп, денесін өртеп кеткен екен. Күдікті ретінде әйелі мен баласы ұсталды. Енді бір қарағанда сені өте қиын. Мынандай жігітке, мынандай еркекке бір бала мен бір әйелдің шамасы жетеді, жаңағыдай іс жасайды деуге сену қиындау екен. Бірақ мынаны қараңыздар. Бұл кісінің әйелі жай әйел емес. Бұл кісінің әйелі полиция қызметкері болып жұмыс жасаған. Одан бөлек джиу-джитсу спортынан Қазақстанның 6 дүркін чемпионы екен. Енді бұл джиу-джитсу қандай спорт сонша деп отқан шығарсыздар. Бұл джиу-джитсу, бұнда адамды қыңқылдыру, ауырту, тұншықтыру әдістері көп жасалады да. Негізі сондай әдістер жасалатын спорт бұл. Яғни адамды қыңқылдырады, тұншықтырады, одан қолды аяқты қайырады. Сондай спортта бұл. Яғни бұл кісінің әйелі жай қарапайым әйел емес, өз-өзін қорғай алатын, қалай десем болады, қарулы мықты әйел да. Енді қазір осы іс туралы тергеу болып жатыр да, сонда біраз әңгіме шығып жатыр. Былай дейді, бұл жігіт енді полиция қызметкері ғой, осы жұмыста жүріп, біраз қастандыққа ұшыраған екен. Бұл жігіттің жағы сынған, мұрны сынған кездері болған екен. Пышақтап кеткен кезде болған екен бұны. Ол аз десеңіздер, атып кеткен кезде болған екен да. Мәне. Одан қасында жүрген әріптестер айтып жатыр да енді. Ешқандай жаңағы ашушаң кісі емес еді, керісінше сабырлы кісі болған дейді. 5 уақыт намаз оқитын деп жатыр да. Бірақ мынандай да әңгіме естіп қалдым да. Өте талапшыл әке болған дейді да балаларына. Бұл кісінің балалары сабақтан кейін үйірмелерге қатысады екен. Джиу-джитсу, дзюдо сияқты. Соған қатты қарайтын екен мына Аслан. Жігер дейтін әріптесі былай деп жатыр да. Аслан Әзіровті ешкім ашушаң немесе психологиялық тұрғыдан тұрақсыз адам ретінде танымаған. Керісінше ол сабырлы, 5 уақыт намаз оқитын, діндар азамат болған. Сонымен бірге ол марқұмның балаларына өте талапшыл әке болғанын айтады. Балалардың күн тәртібі қатаң сақталып, сабақтан кейін күрес, дзюдо және джиу-джитсу секцияларына қатысып жүрген. Егер жаттығудан қалса, әкесі оған қатты мән беретін көрінеді дейді. Енді қазір айтып жатыр ғой, баласын әйелін ұратын деп. Жаңағы тұсы балалар спортқа бармай қалса қатты мән беретін дейтін тұсы бар ғой, сол жері пайымдай беріңдер өздерің.